Қайырлы күн 3-ші сынып оқушылары. Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз презентацияға арналған ақпараттар. Яғни, біз бұл күнге дейін презентацияны жасап үйрендік. Оларға мәтіндерді кірістіріп, нысандарды кірістіріп, суреттерді кірістірдік, безендірдік, яғни дизайнын жасап үйрендік. Және әрқайсысы жаңағы кіргізген нысанымыздың түстерін өзгерте білдік, стильдерін өзгерте білдік. Сонымен қатар ең соңғы өткен тақырыбымыз бойынша әр слайдтың арасына переходтар, яғни ауысулар жасап үйрендік. Одан кейін қойылған нысан суреттерге біз анимациялар қойып үйрендік. Енді біз презентация жасаудың негізгі функцияларымен таныстық, жасап үйрендік. Енді бұл презентацияға біз ақпараттарды қалай қолданамыз, сол тақырыпта өтетін боламыз. Презентацияға ақпаратты тақырып бойынша таңдаймыз. Мысалы, менің қазір алып отырған тақырыбым құстар біздің досымыз тақырыбы бойынша презентация жасадым. Бұл презентацияға ең алдымен біз бірінші бетіне басты бет, яғни титульный лист дейді. Титульный листына міндетті түрде тақырыпты жазамыз. Оны осылай суреттермен безендіруімізге болады. Кейін мектептің логотипін қоюымызға болады, егерде сендер мектепке жасап жатсаңдар. Келесі маңызды бір ақпарат, ол біздің аты жөніміз, қандай сынып, немесе мына жерде мысалы мен 3-ші сынып деп жаздым, сендерге түсінікті болу үшін. Орындаған, мысалы, мен өзім информатика пәні мұғалімі деп жазуыма болады. Бұл презентацияны авторы кім жасады, сол туралы ақпарат жазуым керек. Титульный листта басты бетте, яғни тақырып және аты жөнінен басқа ешқандай артық ақпарат болмауы тиіс. Келесі бетте біз сол тақырыпқа кіріспе ретінде ол тақырып бойынша анықтаманы немесе сол туралы жалпы ақпарат жазу керекпіз. Мысалы, менде құстар тақырыбы, құстар тақырыбы бойынша мен жалпы ақпарат ретінде міне мынандай бір тарихи ақпаратты алдым. Келесі бетте де бұл жерде мен әлемдегі ең әдемі құстар туралы жазғым келді. Осы тақырыпқа сай сол әлемдегі ең әдемі құстарды, ең әдемі төртеуін таңдап, жанына суретін, мына жерге аттарын жазып, фонын жасап, яғни безендіріп жасап қойдым. Мұнда тағы да ақпараттар қосуға болады, добавить слайд деп. Мысалы, мен мына жерде жалпы ақпарат бердім, одан кейін ең әдемі құстар туралы жаздым. Енді мысалы мен құстар біздің досымыз тақырыбына өзімнің жобалар жасадым. Оларды мүмкін зерттеген болады шығармын өзім. Немесе мен оларға үйшік қойған шығармын, ағаштарда үйшіктер жасауға болады ғой. Осы жерге тағы да безендірулерін, суреттерін немесе қойып, мына жерге мәтінге жазамын. Мен мынандай жерде өзімнің ауламдағы, мысалы ағашқа, мен өз ауламдағы ағашқа құстарға арнап үйшік жасадым. Бұл үйшікке қазір құстар келіп орналасуда. Мысалы, көгершін құсы кеше келіп қонды. Осы сияқты өзіміздің жасаған іс-әрекеттеріміз болса, солар туралы жазып, мұнда суретін қойып, жаңағы ағашқа орнатылған өзіміздің үйшігіміздің суреті болса, соны қойып, осылай тағы да бір бет қосуымызға болады. Өздерің қалағандарынша презентацияға беттерді қосып, жинаған ақпараттарыңа байланысты ақпараттарды ретімен және жүйелі түрде жазу керек. Ол қалай? Мысалы, бір бетте құстар туралы, яғни мен мына жерге ең әдемі құстар туралы жаздым ба, мына жерге тағы да бір басқа құстар туралы тағы да ақпарат жазуым, ол әдемі көрінбейді және оқырманға, көрсететін адамға ол түсініксіз болады. Сол үшін әр ақпаратты әр бетке жазып, жүйелі түрде
беттерді, слайдтарды реттеген дұрыс. Ең соңында қорытынды ретінде өздерің қорытынды жасауларыңа болады, немесе назарларыңызға рахмет деген осындай сөзді жазу керек. Бұл презентацияның ең бір негізгі оқырманға жақсы әсер қалдыратын соңғы қорытынды бөлігі. Презентацияны осымен аяқтайсыздар. Сонымен презентациямыз басты беттен және негізгі ақпараттардан және соңғы қорытынды бөлімнен тұрады екен, балалар. Ал енді презентацияға ақпараттарды біз қайдан аламыз? Ол ақпараттарды біз оқыған кітаптарымыздан, журналдарымыздан, немесе көрген теледидардардағы бағдарламалардан ақпараттарды алып, осында жүйелі түрде жазып көрсетуімізге болады. Немесе міне интернеттен сол тақырып туралы Google-да жазуға болады. Мысалы, мен құстар туралы жаздым ба? Құстар туралы қызықты ақпараттар деп іздеуім мүмкін. Ол туралы қызықты ақпарат жазғым келсе. Осылай іздеймін. Осы жерден көптеген ақпараттар шығады. Солар туралы оқып, керек жерін, керекті мәліметтерді алып, мұнда презентацияма орналастырып, оларды безендіремін, нысандарды, суреттерді қосып, анимацияларын жасап, толыққанды презентация жасаймын. Және оны өзім сабақта немесе жарыстарда қолданамын. Мысалы, мен мынау презентациямен құстар туралы жобалық жұмыс жаздым. Сол жобалық жұмысымды жарыста таныстыру үшін осы презентациямды қосамын. Презентацияны таныстырудың өзі бұл үлкен өнер. Құстар біздің досымыз тақырыбын мен осы жоба ретінде алып отырмын. Менің аты жөнім Дәулетбай Ақбота, информатика пәні мұғалімі боламын. 1927 жылдың көктемінде Тимирязев атындағы орталық биостанциясында бүлдіршіндердің құстарға арналған тұңғыш мерекесі Құстар күні өткізілді. Бұл мерекеге алдын ала әзірленіп, қабырға газеттерін шығарып, ұран жазып, құс маскаларын дайындайды балалар. Осылайша мереке 1927 жылы ең алғашқы рет тойланып өтті. Мен өзімнің жобамда ең әдемі құстарды қарастырғым келді. Құстар бізді өте өзінің әртүрлілігімен, түстерімен, ұша алатындығымен, өздерінің мүсіндерімен біздерді таң қалдырады. Сондықтан осы құстардың ең әдемі 4 түрін мен таңдап өз жобама қостым. Оның біріншісі тауыс құсы, екіншісі мандаринка құсы міне. Үшіншісі барлығымызға белгілі аққу құсы. Аққу құсын туралы көп адамдар бұны достықтың, махаббаттың символы ретінде қабылдайды. Және жұмақ танаграсы. Жұмақ танаграсын қарап отырсақ, бұл көк және жасыл түсті, ашық түсті түстерден тұрады. Осымен менің жобалық ізденісім аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Деп осылай біз презентацияларымызды ұсына білу керекпіз. Анимацияларын, безендірулерін ғана әдемілеп жасап қана қоймай, оның ақпараттық бөліміне және оны таныстыруға да мән беру керекпіз. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Сұрақтарыңыз болса, маған қойыңыздар. Өздеріңіз де осылай презентация жасап, ұсынып, таныстырып, үйреніп көріңіздер. Ал сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.